Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен осындай таразының көмегінсіз өте оңай жасалатын, воздушный болып шығатын, жұп-жұмсақ әрі нәзік пирогтың рецебімен бөлісемін. Егер пирогыңыздың іші шикі және көтерілмей пісетін болса, видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыз. Пирог жақсы көтерілу үшін ең бірінші барлық заттар бөлме температурасында болуы қажет. Ең алдымен 3 жұмыртқаны таза ыдысқа салып, үстіне 1 кесе қант салып, аппақ пена болғанша миксерлейміз. 3-4 минуттай миксерлеп, үстіне жарты шай кесе сұйық май қосамыз. 50 грамм сүт қосып, електен өткен ұнға 1 шай қасық разрыхлитель салып, 1,5 кесе ұнды салып, осылайша араластырамыз. Ұн салған соң пенамызды басып алмай, төменнен жоғары қарай ақырындап араластырамыз. Егер духовкаңыз қатты ыстық болса, пирогтың сырты күйіп, іші пісіп үлгермей қалады. Мен 160 градуста пісірдім. Ең бірінші сақтайтын ереже, пирогты пешке салғаннан кейін духовканың есігін піскенше мүлде ашпаймыз. Екінші ереже, қант пен жұмыртқаны аппақ пена болғанша көпіртіп, ұн салғаннан кейін оны басып алмай, ақырындап араластырамыз. Және де міндетті түрде барлық ингредиенттер бөлме температурасында, яғни жылы болуы қажет. Пирогтың түсі әдемі сап-сары болу үшін жарты апельсиннің цедрасын теркілеп пирогке қостым. Дәл осындай пайдалы кеңестерді өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, құрбыларыңмен бөлісуді, сақтап алуды ұмытпа.